Так, удаленный сервердің бізге артықшылығы, вот қараңыздар, мен удаленный серверде отырмын, включен, и қараңыздар. И IP адрес өзгермейді. Басқа қай жерден қай интернетпен кірсеңіз де сол бір болып тұра береді. Так, қазір көрсетемін сіздерге. Мына жерде full screen деген полный. Мына қараңыздар, компьютер полный болып тұр. Енді осы жерден мына жерде tuip.ru деген бар, біздің IP адресті білетін. Мінекей Алматы, Қазақстан, ваш браузер ауысады. Windows деп көрсетіп тұр Microsoft, хотя менікі MacBook. Сол ауысатын болады, IP адрес полный ауысатын болады, и ваш провайдер тоже ауысатын болады. Былайша полный сізге басқа шығарып береді, IP адрес полный, и осыменен істей бересіз. Кез келген интернетпен. Вот радио FSU деп тұр ғой. Вот осы ваш интернетіңіз көрініп тұрады. Хотя мен бұны жақта әпкемнің несімен кіріп тұрмын, Вот тура солай. Удаленный сервермен жұмыс жасағанның артықшылығы осындай жақсы. И туип бәрі көрініп тұр. Қараңыздар, дәл қазір бүгін мен өзіме eBay-ға верификация, eBay-ға регистрация жасадым. Қалай айтсам екен? Қанша банға жіберсе де бізді қоймаймыз қайта-қайта тіркеліп. Так что не переживайте. Баннан қорқудың қажеті жоқ, қайтадан аша аламыз.